Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен мак пен варенье қосылған пирог дайындайтын боламыз. Сіздерде қант жоқ болған кезде осы пирогты дайындап көріңіз. Сіздерге ұнайтынына міндетті түрде сенімдімін. Ең алдымен бізге керегі айран. Бір стакан айранымызға 2 жұмыртқамызды қосып, осылай жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң жаңа айтқанымдай 1 стакан вареньемізді салып жақсылап араластырамыз. Менде құлпынай вареньесі болғандықтан соны қосып жібердім. Сіздерде қандай варенье түрі бар, соны қосып дайындай берсеңіздер болады. Осылай жақсылап құлпынайымызды бөлшектерге бөліп араластырып алатын боламыз. Содан соң макымызды қосып тағы да араластыратын боламыз. Менде құрамына қанша грамм заттар керегін төменде описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Жақсылап көріп, жасап көріңіздер. Араластырып болған соң ұнымызды салып отырып дайындап аламыз. Одан да жаңа салып барлығын 1 стаканмен өлшеп алып жасасаңыздар болады. Бірақ та ұнымызды 1,5 стакан етіп салып алатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай венчиктің көмегімен осылай жайлап араластырып аламыз. Түйіршігі қалып кетпеуі қажет. Түйіршіктері қалып кетсе, дұрыс піспей қалуы мүмкін. Содан соң ас содасын салып, жақсылап реакция бергенше араластырып аламыз. Не көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде мен ас содасын қосып жібердім. Екінші бөлік ұнымызды 1 стаканның жартысын қосып араластырып аламыз. Масса қою бір қалыпты күйгенше араластырып, бір тегіс әдемі масса қылып аламыз. Содан соң формамызға майымызды жағып алып, қызып тұрған 180 градуста қызып тұрған пешімізге салып пісіріп алатын боламыз. 30 минутта пісіп шығады. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, қолдап кетіңіздер. Менің каналымда сіздерге ұнайтын видеолар кездеседі деп сенемін. Сіздермен бірге болған Гүлшат. Сіздерге ас болсын, сау болыңыздар.